Сәлеметсіздер ме? 3-ші сыныптың ақыты пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасын қарастырамыз. 3-ші сыныптың 3-ші тоқсанында оқу бағдарламасы бойынша 3.3.2.1 желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру оқу мақсаты оқылады. Ақпарат алмасу бөлімінде оқу мақсаты спиральді түрде 3-ші сыныпта, кейін 4-ші сыныпта оқылады. Оқушылар 3-ші сыныпта желідегі ақпаратпен алмасу тәсілдерін түсінеді. Ал 4-ші сыныпта бекітілген файлдар бар хабарламаларды электронды пошта арқылы жіберуді және қабылдауды үйренеді. Мұндай спиральдік 3-ші сыныпта алынған дағдыларды жоғалтпай, 4-ші сыныпта одан әрі білімдерін дамытуға себеп болады. 3-ші сыныпта берілген оқу мақсаты бір сабақта басқа оқу мақсаттарымен бірге оқытылады. Бұл сабақ барысында оқушылар желілердегі әртүрлі коммуникация типтерімен танысады. Электрондық пошта, блог немесе видео қоңыраулардың не үшін қолданылатындығын оқушылардың деңгейінде түсіндірген жеткілікті. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру үшін оқушыларға талқылауға бірнеше жағдай ұсынылады. Оқушылар әрбір жағдай үшін ақпаратпен алмасу және ақпаратты беру жолдарының әр түрін ұсына алады. Ғаламторда ақпаратты іздеу үшін балаларға немесе отбасыға арналған іздеу жүйелерін, мысалы sputnik.дети немесе familyyandex.kz қолдану ұсынылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.